жер қыртысы қатып, планета осылай мүсінделгенде, маңдайыма біткен осы таулар менің тауларым. О деген көрген жанның түсінен кетпей, көрмегеннің қиялына арман болып орнайтын Алтайдың асқақ таулары-ай. Алқымына ақша бұлттан бөртпе салып, жағасын күндіздап, қарағай мен қайыңнан түгін сыртына қаратып тоң киген, екі өңірі шым кесте, самал соқса етегі егіндей жайқалып, алуан бояу тербетіліп қоя беретін иісі жұпар сол таудың жаз айындағы ажарын толықсыған шағын көрудің өзі шырадай жанған қош жанардың бір бақыт екен-ау. Даланың нұры өзіңе дарып, көңілің гүл-гүл жайнай түсіп, енді анау алып таудың алтын іргесінен күміс бұрым секілді тарқатылып сылдырап жатқан мөп-мөлдір бақыт інжулер тасқынына көзің сал. Көзің сал да жүрегіңе төзім тілей бергейсің. Сірә судай сұлу бол дейтін бабалар сөзі әсте жаңылғаннан емес. Дәл осындай ар жағынан күн көрініп, еріген жақұт рәуішті бал бұлжанып балқып аққан сұлулықтың қысы басып, еріксіз айтқызған сөз екеніне сенесің. Сенесің бе? Осынау қарағайлы нуы, бұраңда баққан су бар жәннат өлкі, қайсы күні жаратылып, қандай қазақ іздеп оны тапты екен деп алауыртып боласың. Зайыры заманында жері мен жесірін тең даулап өткен осынау ел, басын бәйгеге тіккен ерлікке, ол екеудің қызығынан көрі, көркінің көз қиғысыз болған үшін барды да мекен кім білсін. Осындайда ұрпағына мұншама көл-көсір көркемдікті қоныс қылып қалдырып кеткен бабаларға мың мәртебе алғыс айтып, әр таң сайын қабырың нұрлы болғай дегім келеді. Әсілі біздің халыққа тауына қарай тәкаппар мінез, гүліне қарай сезімтал жүрек беріп, талғампаз болуды, ақ көңіл мырза болуды да үйретіп кеткен сол баласының өзі сияқты. Оны десең, тіл беріп жырлатып, сезім беріп сыр шерткізген, ақын әнші, күйші өнерпаз етіп, арманын оятып, жанын тербегенде сол балас емес бе? Ие, қалай еді? Қалай деуші еді сол ақын дала туралы? Пай, пейілін еткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп көшкен жер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып сал сері кеткен жер. Бас иіп, искеп топырағын, тағызым жасамай өтпеңдер. Уа деген шыңғыл даласына арнап, тұмар ғып жазып кеткен жыр емес бекен. Аумайтын қош шыңғыл кешірмелерінің сұлу сурет емес бе бұл? Әне, анау жақта есікпен төрдей көк дөненнің үстінде айдынды туған Жәнібек батырлар шерігіндегі бөке бастап, Сұлубай қостаған соңғы лекке күн сала қарап тұрса, мынау жақта Сәлиқа мен Сәмені, Қасені мен Жәмиласы қиылып, жаң өмірдің еркесі мен серкесіне бақыт баянды болсын айтып, туған өлкесінің гүл шоқтарын бұлғап, дертсіз күліп тұрған жоқ па? Адам баласы аңсап өтер, ерлікпенен ерке нәзіктіктің өркен жайған өлкесі, қош шыңғылдың көк жайлауы қара бура, маусымнан бері гәккугайлап келді. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп дейтін әйгілі жолдарды, өзің ашқан жаңалықтай әлісін әлі ойыңа оралтып,
таудың тағы бір тамылжыған таң атты. Әдемілік атаулының қиында, қашықта болатын әдеті мекен? Көрімдігіне адамға алыс сапар шектіріп алатын қияндағы таудың таңы мұншама ғажап боларын кім ойлаған? Тұман ба түтін бе шарпысқан, арасына күн сүңгіп шыққандай әппақ нұр дала маңдайында ұйып тұр. Шығыс қызара жасыл көйлек киініп, құлағына мөлт-мөлт еткен сумыншақ сырға таққан жас майса табиғат кісіге наз қылғандай жымия қарайды. Ал қара көк аспанға уыстап кеп шашып жіберген ақық жұлдыздарға ұқсап, бір сайдың ішін оттай ыстық тіршілікке толтырып, жайнап жатқан көп ауыл жалғыз-ақ таңда ғайыптан көшіп келгендей, ақ кербез қала дәл осындай нұрлы дүние құшағында барақат тауып, жайбырақат ем жұтып жатыр. Ия, бұл иен таудың иесі жатқан көп таңның бірі емес. Халыққа 81 жылдан бері қормал болып келе жатқан бас қалқамыз партияның мерей таңы. 16-шы құрылтай ашылуын сүйіншілеп атқан таң. Шіңгіл халқына 15 жылда бір соққан қуаныштың құтты таңы. Алтай аймақтық 14-ші кезекті ақындар айтысының жыр таңы болатын. Рас, қуанышта шаршау жоқ. Қазақы өмірдегі осынау елеулі қызықты көп болып қуаныш етуге арысы құмыл, Баркөл, Іле, Тарбағатай, Санжы, Үрімжі мен Алтайдан арнайы қонақтар. Берісі Шіңгілдің шеткі тауларынан қара бураға неше қонып, малшылар ошарылып жатты. Ақындар айтысы дегенде қазақтың бойын құрыштап кететін құштарлық қандай қиямет. Жөргөктегі баласынан аса таяқты қартына дейін дуалап тастағандай мейірім үзбейтін бұл айтыс неткен құдіретті бұл өнер десейші. 21 маусым таңғы шұғыла мен сақына жаққа қарай жөн күлген қызылды жасылды сел бұлыт дүбір. Онсыз да әдемі әселдерден әдем ұрып тұрған қара бураның тұла бойын төк соққандайдыр еткізді. Бүкіл ғаламның ғаниметті сезімдерін өзі ғана кешіп жатқандай, қара бура 3 күн бойына осылайша жер жаһанға сыймай жатты. Өнер сүйер, парасатты еңбекшіл қауым. Алтай аймағының 14-ші кезекті ақындар айтысы, яғни жаңа ғасырда өткізілетін бірінші рет ақындар айтысы 2002 жылы 21 маусымнан 23 маусымға дейін Алтын Алтайдың сағасында, Қош Шіңгілдің жағасында, көрікті көркем қара бура жайлауында өткізіліп алдында тұр.
бірде күннің нұрына бояп алғандай нарт қызыл. Пәк нұрдан шүғыл алайау, таңнан туған-ау, тастыма тау суындай ардан тұнған, арнаңнан күй шалқыған, ән қалқыған, асқақтыр аспандағы айдан тұлған үгеге жүге. Сәніңден санатыңдан өу, қанатыңдан өу, қастерлі қазыннан боп таратылған, атаңнан айшықталған таратылған, мен соны жалғау үшін жаратылған мүгеге жүге. Ой теңіз үміт ұшқын-ау, қиял аспан-ау, арман құс аяқ баусыз жұла қашқан, қамбасы қазынаның қалық кеніш мамыққа ақын аққу ұя басқан үгеге жүге. Тоғырым елмен жерім-ау, бақ мекенім-ау, серігім сенім менің ақнекелім. Қанат қып қалқым берген ат пен тонын, арманның қуып келем ақ бөкенін үгеге жүге. Тайында үкілеген-ау, таң басанық-ау, Жұңханың ұлы деген заңдаталып, теңізден өлеңсіздім ән қотарып, отаннан орбитаға мандаталып үгеге жүге. Сүрінсім сүйе белдің-ау, бәрі демеп-ау, келеді мейіріне әлі бөліп, ананың ақ сүтіндей нәрі бөлік, осының туған елсіз бәрі де жоқ үгеге жүге. Туысқан зүңгесіндей-ау, иық делдай-ау, тоғысқан бұлақтаймыз құйып көлге, тұлғамыз 56 уық бейне шаңырақ, соныменен биіктеуде үгеге жүге. Шашуым думаның-ай-ау, тарататын-ау, тартуым туған елге мәрәпәтім, сүттен ақ, судан тұнық мұғжизаға, жұқтырма бұлғаныштың алапатын, ақаусыз дамый берсін парасатың, ұрпаққа дарый берсін шәрәпәтің үгеге жүге.
ақылсыз дами берсін, парасатың ұрпаққа дари берсін, шәрәпәтің үлгіге жүге. Кезек. Алтайдың өр кеудесін кернеді өлең, құрықтап атқып мініп құландарды, ашықса ас қылып жеп жыландарды, жаулармен көп алысқан көкжал халық шіңгілдеп атап тосы ұланғарды. Бәйтік армантының татырына хан төгіп оқылмаған қатымы да, алдымен жырдан аят бағыштайын, ай-мүйіз алтын айдар батырыңа. Өр шіңгіл тауың мұрза бұлтың сері, өзіңе тартып алғи ұлту седі, санамның сандал көгін сабылдырып, сағындым салты саумал жұртым сені. Тоқтатып басындағы тайғақ бақты, ашықса алты-малты айлап татты, оқ жылған қарасанын батырларың, қайырып қанжығаға байлап шапты. Шіңгілдік мергендерге шоқы тұрақ, құлама құздан бұны оқы сұрап, соғысқа баратығын батырларың, тірідей жаназасын оқытып ап. Кетпеген қазекеңнің қайда кегі, түстіме сарыңда қоқ майдан ері, қайқая қатты шауып қайралдың, Қасен мен Жәмиланың қайран елі. Жанары жан дүниеңді жияқтарат, бетінен келіндердің ұяттамат. Әдемі ақ борықтай келіншектер аспаннан ағып түскен сияқтанат. Құтылып құлан таза зымыстаннан, әнемдің әншіғалық Гүлістаннан, туыпты ырысқанды осы шіңгіл, көгінен анда-санда күміс жауған. Мойыны өлең көгін бұршағында, айдағар ақын жүрсін жыр сабында, болашақ Қызылшақа Құрманбектер жүрекен Қайсананың құрсағында. Саусағын еткен сырлы сиқыры көп, күйлері кілең жорға китіңі жоқ. Шіңгілден туған дәулет адам емес, аңызда айтылатын күй құдірет. Құлағын оң бұрасын, сол бұрасын, қоғамды қос шекке қондыратын,
Қоштабай енді тартып ала алмайды Сайраш пен Боранбектің домбырасын. Жоғыпты ұлылардың ұлағаты, тараған тамам елге дуалаты, тамаша тасқа төккен күмісінді, сағдатың Жәнібектің туажаты. Арналған арқа елге шын жүрегі, шілінгірәннен күйдің шым жібегі. Сан мүйіз сандал саусақ сақ өнерпаз, жодайды жоғалтпаңдар шіңгілелі. Тамсанып тыңдағандар таңдай қаққан, қонып қал қанасыма маңдай жақсен. Дәкеннің жазған әні жан семіртіп, балқытып тыңдарманды балдай батқан. Шіңгілдің бойы жәннат жасаң құрақ, түскен жер ақмаядан асаң құлап. Гүлназ бен Нәзигүлдің әнін тыңдап, қарттарым қайтыңдаршы жасаңғырап. Оңнан күн сол жағыңнан туарайың, үрікпесін ебілістен құралайың. Шаң тимес шабытымның шал құйрығын, қандырып қош шіңгілден суарайын. Қайқая қара кермені шапқылайын, ақынды бәр пәледен қақ құдайым. Шығып ап Сұлубайдың шоқсына, өнердің ата жауын атқылайын. Етпейік бабалардың қор ақылын, соқтырып жыр боранын бора тілім. Кестемші ақын емес ара болып, шіңгілдің шырынгүлін соратығын. Тастарын қызылғанға боятатын, ұйықтаған тарихты оятатын. Үлестір адам сайын асықтайдан, Сәмен мен Сәлиханың жаятасын. Даңқың тұр дүниені төңкергелі, рухани әкеміз ең төрдегі. Қолдап тұр тойыңда баяруағы, қазақтың жер жүзілік жентелмені. Шақырып бұжақты да, ожақты да, күтетін құдайындай қазақ құда. Айтсып ат жаптырып, көкпар тартып, той жасап ұжымақ етер тозақты да. Өнерге барар бүгін бағыт басқа, шынақын жыр бөгеуін ағыт баспа. Өлеңнің қас тұспанын қарағұстан, қайың без шоқпарыңмен қағып таста. Халықпыз зерек өскен зердесі бай, көп жақсым шығып жатыр көрге сыймай. Қазақтың ән шекерін әлем түгіл, біледі көкте құдай, жерде шұнай. Шайтан даңдып періштен көзілмесін, тілің сайрап домбыраң безілдесін. Ақындар, атақ даңық іздемеңдер, сендерді атақ даңық өз іздесін. Адассам жол көрсетер ақ шырағым, жалытық жаны жомарт жақсыларым. Ақынның жел жақтағы таусыңдар, ақ жарма ақылыңдай басшыларым. Рахмет сіздерге. Өнерімен көптен таныс атанаға, өнерсіз атанадан баталама. Балтаңдай термешіміз әсем қанды, құрметпенен шақырамыз сахнаға. Халық термесі жақсы мен жаман. Елдұртынның панасындай, жақсы елмен жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Сөзінде жақсы жігіт сақ тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай. Жақсының сөзін әркім мәпелейді, миуалы ал мөріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрер жолдан тал түсте адасы бай. Нышаны кем болса дай адамдықтың, әркім жүр жақсымын деп таласы бай. Жамандар өтірікші өсегі көп, ел жұрттың рітті салар арасынай. Жалған сөзбен бүлдіріп ер азасын, ағаштың жанбай қалған шаласындай. Сондай жанның ешкімге сүйкіміз жоқ, сиырдың тентек болғаны танасындай. Соқтығып
әркімге бір ұрынады. Жылқының қотыр болған аласындай жақсы адам елдің еркесіндей, халқының қалың жүнді көрпесіндей, жақсы болар баланың жүзі жылы, орыстың күймей бысқан бөлкесіндей. Жақсының айтқан сөзі тиянақты, түйенің аумай тоғын өркешіндей, жақсыға үлкен күші бәрі жақсы, жасынан бірге өскен еркесіндей. Көрінер жақсы адам жылғысындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар төзет алмас тұрмысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар төзет алмас тұрмысындай. Рахмет. Орамал том болмайды, жол болады деп қойып, шапан жауып ат сыйлайтын салтың қандай аяу еді туған ел. Анау жүрегіне өнер ұя салған ұл қызыңның иығына сен мақпал емес, бүкіл бір халықтың мейірім мен махаббатын, құрметі мен сенімін жауып жатқаныңды сеземсің. Анау кең өлкеңді кезіп кеткісі кеп әзер тұрған асауыңды ардақты ұлдарыңа ғана мінгіздім дейсің бе? Қара бурадан бүкіл қазақ боп ат мініп қайтқандай қуанғанымызды кімнен жасырайық? ел, рахмет құттауыңа, қойныңда кім сенбейді құт барына. Дәулет күйден, мен тілден, сеніңіздер мәңгілік өнер туынжықтауына. Батырлардың ізі қалған, таналардың сөзі қалған, айналдым ержүрек шыңғырлы халқынан, айналдым шыңғылдың тұнық суы мен торқалы топырағынан. Рахмет көпшілікке. Бұл жерде қалған елім дос-жаран бар, етене айырылмастай дос болыңдар, келгенше қайта айналып шыңғыл халқы, ал енді сау саламат қош болыңдар. Құрметті көпшілік, жалпы ақын өнерпаздар, қазір Алтай аймағының 14-ші кезекті ақындар айтысының күн тәртібі бойынша Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің
үздік нәтиже жаратқан коллективтер мен жекелерді мадақтап сыйлау қарары мен Әшімхан Ғибаратқызы қатарлы 4 ақын өнерпазға атақ беру қарары оқылады. Алтай аймағының 14-ші кезекті ақындар айтысында үздік нәтиже жаратқан коллективтер мен жекелерді мадақтап сыйлау жөніндегі қарары аудандық қалалық халық үкіметтеріне, аймақтық егіс алаң мал фермаларына қатысты тарауларға. Алтай аймақтық 14-ші кезекті ақындар айтысы аймақтық партком мен әкімшілік мекемесінің дұрыс басшылығында аудандық қалалық парткомдар мен халық үкіметтерінің сондай-ақ аймаққа төте қарасты егіс алаң мал фермаларының және қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында жарысқа қатынасқан барлық ақын өнерпаздар мен қызметкерлердің ортақ құлшынуында 3 күндік қиян-кескі бәсеке арқылы айтысқа қатынасқан уәкілдер үйірмелері мен шабандоздар өрелі нәтиже жаратты. Жарыс барысында бағалау комиссиясы әділ жария болу принципі бойынша бағалау жүргізіп, мұқият тексеріп, түрлер бойынша жүлдегерлерді тұрақтандырды. Осы негізде аймақтық әкімшілік мекемесі 14-ші кезекті ақындар айтысында көрнекті нәтиже жаратқан коллективтер мен жекелерді мадақтап сыйлауды қарар етті. Мадақтап сыйланған коллективтердің есімдігі төмендегідей. Ақындар айтысында коллектив бірінші дәреже сыйлыққа ие болған орын Шыңғыл ауданы. Екінші дәрежелі сыйлыққа ие болған орын Бұрылтоғай ауданы. Үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болған орын Қаба ауданы. Ақындар айтысының айтыс түрінде ерекше сыйлыққа ие болған Еркін. Ақындар айтысында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болғандар айтыс түрінде Мұрал Көктоғай ауданынан, Шәкен Қаба ауданынан, ән жарысында Кенжебек Алтай қаласынан, керме жарысында Айнұр Көктоғай ауданынан, күй жарысында Еркінбек Бұрышын ауданынан, мүшайрада ерекше сыйлықтың иегері Ерлан, бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болғандар Нұргүл аймаққа төте қарасты орыннан, Тауыл Қаба ауданынан, сыбызғы жарысында Құттыбай Шыңғыл ауданынан, қобыз жарысында Жалын Алтай қаласынан, комедия жарысында Қаба ауданы, сәнгерлікте Күлзиға Бұрылтоғай ауданы. Екінші дәрежелі сыйлыққа ие болғандар айтыс түрінде Гүлнұр Шыңғыл ауданынан, Кемеңгүл Қаба ауданынан, Нұрболат Көктоғай ауданынан, Гүлбақыт Бұрышын ауданынан, ән жарысында Мұрат Қаба ауданынан, Шәріп Бұрылтоғай ауданынан, сыбызғы жарысында Минуархан Қаба ауданынан, қобыз жарысында Мейрамбек Шыңғыл ауданынан, комедия жарысында Алтай қаласы, сәнгерлікте Фазила Алтай қаласы, күй жарысында Жақсыбек Қаба ауданынан, Күншуақ Шыңғыл ауданынан, керме жарысында Қадыл Алтай қаласынан, Қадылбек Бұрылтоғай ауданынан, мүшайра жарысында Сәния Көктоғай ауданынан, Алтай Нұрғамит аймаққа төте қарасты орыннан, Ержан Қыдырбай Семенай ауданынан. Үшінші дәрежелі сыйлықтың иегерлері айтыс түрінде Гүлжайнар Шыңғыл ауданынан, Қоразбек Шыңғыл ауданынан, Ержанат Көктоғай ауданынан, Күмісхан Алтай қаласынан, Орал Бұрылтоғай ауданынан, Ұлан Семенай ауданынан. Ән жарысында Ерен Бұрышын ауданынан, Ербол Шыңғыл ауданынан, Бибігүл Семенай ауданынан. Сыбызғыда Болат Бұрылтоғай ауданынан. Қобыз жарысында Сәулет Қаба ауданынан, комедия жарысында Бұрышын ауданы. Күй жарысында Данабек Көктоғай ауданынан, Илімбек Бұрылтоғай ауданынан, Болатбек Семенай ауданынан. Сәнгерлікте Сәния Бұрышын ауданынан, кермеден Ақиқат Шыңғыл ауданынан, Гүлбақыт Бұрышын ауданынан, Ажар Шыңғыл ауданынан. Мүшайрада Нұршаш Шыңғыл ауданынан, Күріш аймаққа төте қарасты орыннан,
Өмірұзақ Алтай қаласынан, Жеңіс Қабауданнан. Айтыс түрінде шабыттандыру сыйлығына ие болғандар. Күлчат Көктоғай ауданынан, Бақытгүл Пұрымтоғай ауданынан, Назарият Көктоғай ауданынан, Жанар Пұрымтоғай ауданынан, Ерболат Алтай қаласынан, Жайнаш Көктоғай ауданынан, Қанатбек Шыңғыл ауданынан, Табысгүл Алтай қаласынан, Мұрат Буырсын ауданынан, Төкен Пұрымтоғай ауданынан. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі 2002 жылы 23 маусым. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесінің Әсемхан Ғибаратқызы қатарлы 4 өнерпазға атақ беру жөніндегі қарары. Ұлы Жұңқа мәдениетінің бөлінбес бір бөлігі болған қазақ мәдениетіне өткен ғасырдың 80 жылдарынан бастап атсалысып, терме және айтыс түрлерінен автономиялық, облыстық, аймақтық байқауларда көрнекті нәтиже жаратқан, аймағымыздың бұқаралық мәдениет істеріне еселде еңбек сіңірген Әсемхан Ғибаратқызына әйгілі термеші атағын және танымал айтыс ақындары Нұрзихан, Бекболат, Күзира қатарлы жолдастарға Алтай аймағының халық ақыны атағын беруді ұйғардық. Алтай аймақтық әкімшілік мекемесі. Nereden gelген азаматқа? Жаятас Қарабура туған жерім, бір ұлың кеткері тұр буған берін, туманың мәңгі бақи тарамасын, айналайын қара көз туған елім. Қос шіңгіл, қош болыңдар шаған қолым, жетер ме мен созғанда саған қолым, үстіне тұлпарыңның мінген кезде болайын бәйге бермес шабандозың. Рахмет сіздерге. Елім ақын сәлем беру бір міндет қой. Күә бол бәтиғалы күлгін беткей. Ақ бозатын пайғамбардың менеп тұрмын жүрем бе дүниені дүңгірлетпей. Ақын болдым шәрбәтті іштім демен. Теңдесуге мұрсам жоқ деп айталмаймын ешкімге мен. Туған ел құдіретіне рахмет, өлсем де ақ бозыңның үстінде деп. Жемеле ауданы әртүрлі дайындық жұмыстарды ойдағыдай істеп, аймақтың 15-ші кезекті ақындар